Монгол банкны ерөнхийлөгч Вашингтоныг зорилоо. Монгол банкны ерөнхийлөгчээр ахлуулсан ажлын хэсэг олон улсын валютын сангийн хаврын ээлжид уулзалтанд оролцохоор өнөөдөр Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотыг зорилоо. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн чуулга уулзалтын үеэр олон улсын валютын сангийн захирал хатагтай Кристин Лагард, Дэлхийн банкны ерөнхийлөгч Жим Ким, олон улсын валютын сангийн Аз номхон далайн газар Монгол улсыг хариуцсан захирал Хинам Чой нартай тусгайлан уулзаж Монголын нийгэм эдийн засгийн байдлын талаар танилцуулахын засав өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэд илэрхийлэх юм. Монгол банкының президенті Вашингтон қаласына жол тартты. Монгол банкының президенті бастаған жұмыс тобы халықаралық валюта қорының кезекті кездесуіне қатысу үшін бүгін Америка мемлекетінің Вашингтон қаласына жол тартты. Жұмыс тобы кездесу аясында халықаралық валюта қорының президенті Кристин Лагард ханым, Дүниежүзілік банкының президенті Жим Ким, халықаралық валюта қорының Азия тынық мұхитының ұйымы Монғолия мемлекетіне жауаптанған президент Хинам Чой мырзалармен арнайы кездесіп, Монғолия мемлекетінің қоғам экономика саласының жағдайын таныстырумен қатар кеңейтілген қаржылық бағдарламаға қамтылуға талап қойды. Инфляцийн төлөв байдлын тайлан гэж юу вэ? Монгол банкны мөнгөний бодлогын газрын ахлах эдийн засагч Дэлгэр Жаргал инфляцийн төлөв байдлаар эдийн засгийн гадаад болон дотоод орчинд бий болж буй нөхцөл байдал, ойрын ирээдүйн төлөв байдлыг танилцуулдаг. Мөнгөний бодлогын зөвлөл улирал бүр хуралддаг, хуралдаанаар гаргах шийдвэрт ашиглагдаж байгаа бүхий л мэдээллийг энэ тайланд тусгадаг билээ. Тийм учраас мөнгөний бодлогын шийдвэрийн ил тод нээлттэй байдал хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой мөнгө эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар цогц мэдээллийг нэг дороос хүргэх тодорхой бус байдлыг багасгахад үр дүнгээ өгөх боломжтой гэжээ. Инфляция күйі туралы есептер дегеніміз не? Монғолия банкының ақша айналымының бас экономистісі Дэлгэр Жаргал инфляция күйі мен экономикалық сыртқы және ішкі ортада орнап жатқан жағдай келешекті таныстырады. Ақша кредит саясаты жөніндегі комитеті әр мезгіл сайын жиналыс ашады. Жиналыстан шығарған шешімге пайдаланылған барлық материалда осы баяндамаға енгізіледі. Сол себепті ақшаның саяси шешімі анық және ашықтығы жауапкершілікті арттырады және экономикалық жағдай жайында барлық мағлұматты бір жерден жеткізу анық емес жағдайларды азайтуға пайдасын тигізбек деп мәлімдеме жасады.